Сәлем достар, қалайсыздар? Мен бүгіннен бастап YouTube түсіремін деп шештім. Менде уже 2 лап болып еді, тағы 1 лап қосылды. Короче, бір нәрсе лабы бұл. Так, осындай. Осындай алдым білезік. Екіншісін беріп бар досым. Так, осындай. Кока-коласы бар еді, түсіп қалды. Осындай. Үшіншісі күшті достар, білесіздер ғой. Үшен алғансың ғой, досыма мен біреуін подарок етем. Ке, досым? Мынау саған. Сәлем достар. Ну ладно, болады. Маған негізі ұнаған еді. Маған ұнады. Так, достар, енді 3 лабы бұл. Сіздерге негізі расымызды айтайық па? Мынау досымдікі. Мына екеуі менікіға. Мен және 1-2 алам. Сол кезде менде 3 болады. Ал менде 2 ол. Мен сол кезде мынандай аламын, и потом мынандай аламын ғой. Айша мен подцвет жүрмін. Осындай пижаманы аламын, мынандай аламын. Бәрі аламыз, так. Подцвет болып жүре жақпыз ғой. Иә. Маған ең қатты ұнаған мынау. Біздер дос болғанымызға 12 ай болды. Осы 1 айдан кейін біздің дос болып жүргенімізге 1 жыл болады. Yes! 1 айдан кейін. Бір рет орыс көрген жоқпыз ғой. 12 айдың арасында. Иә, 12 айдың арасында 1 айдан кейін бізде 1 жыл болады. Мүлде ұрыс қаламыз ғой, мысалы 1 рет. Сол ертеңге біріміз үйімізге барып тұрамыз ғой, ойнайсың ба, мен кешірші деп. Сондаймыз ғой біз. Достар, мынаның мойындағы білезіктер. И потом мына мойнына әшейін не қылып қойғанда. Өзі мынаны нешеден шықты. Мынандай болып тұрады да, негізі. Мойыншақ сияқты да, бірақ күшті мойыншақ болып тұрады. Мынаның заты, мынау негізі. Міне. Ай, қолы. Бұл деп қолына тағыпты. Иә, негізі бұған. Мынаны ғой. Иә. Как көрсеткен сіздерге? Иә, оған дейін мен мына туралы айтып тұрайын. Бұл досымдікі, мынау өзінікі досымның. Так, арты. Кентара, бим-бим-бим-бим-бим деген тіріліп білесіздер ма? Ау!